Ассалаумағалейкум ағайын. Қалдарыңыз қалай? Витринаны жинап бастадық. Барлығын дайындап қойдық. Детальдарының барлығы шлифовкасын істеп, мұнда қырларын алу қалды. Мынаны осылай қылып жинап жатырмыз. Струбцина и лентамен. Себебі бұлай жинағанға струбцинаның ұзындығы жетпейді. Шеттерін мынандай фанерамен жаптық. Қоңыр түске бояп, алда көретін боласыздар. Мына қоңыр түске бояғанымызды. Тағы да айтатын болсақ, мына жердің столешницасы, крышкасы да дайын. Крышкасы мынау, бұлардың да іші ойылған алтылық стеклоға. Мынау столешницасы да алтылық стеклоға арнап ойылған. Онда трещиналары барлығы эпоксидный смоламен заливать етіліп, шлифовкасы істелініп қойған. Енді мой жағып алып жинап. Мынау алдының фанерасы. Мой жағын фанерасы қоңыр, алдыңғыдай қоңыр болады. Енді клей қатқаннан кейін ленталарды, струбциналарды шешіп алғаннан кейін барып салатын боламыз. И мына жердің столешницасы да сол кезде салынады. Әзірше осылай шығып жатыр. Мұнда ортаға 20 сантиметрлік декоративный ағаш қоятын болдық. Декоративный қып істейміз. Кішкене шетінің абзолдары әдемі көрініп тұрады. Мұнда екі есік түсетін болды, екі бетіне. Мынау алдыңғы жағы. Бұның да іші ойылған. Мұнда алтылық стекло салынатын қып, барлығы толықтай ойылған. Алла қаласа алда тағы да видео түсіретін болам, көріп жатасыздар. Тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса.